Әлемдегі ең қымбат екпеге мұқтаж 3 жастағы Нұртасқа Қазақстан халқына қоры көмектесе алмаймыз деп жауап қайтарыпты. Біреуді бар, біреуді зар қылған дәріні Қазақстан халқына қоры сонда кімдерге сатып әпере алады? Әріптесім Аягөз Тұрсынбай біліп көрді. Жанын еске алып алдың ба? Әке жұмысқа кеттің. Жанын еске алдың ба? Қаңтар оқиғасы кезінде 20 күн көрмеген әскери қызметтегі әкесімен қауышып, қазнеттің ет жүрегін елжіреткен 3 жасар Нұртас әлі күнге дейін дертінен айығалар емес. Оған дәрігерлер осыдан 2 жыл бұрын ел арасында СМА деп аталатын омыртқа бұлшық ет атрофиясы диагнозын қойған. Яғни баланың бұлшық еті тым әлсіз, дамымайды, әрі күннен күнге ауруы асқына береді. Дерттің жалғыз емі 1 миллиард теңге тұратын швейцариялық Золгензма екпесі. Отбасы қайырымдылық қорларымен бірлесіп 600 миллион теңгеде қаражат жинаған. Әрі қарай ақша жинауға уақыт тапшы болды. Жібердік заявканы өмірге сен деген фонд арқылы. Бірақ бізде отказ болды. Не себепті? Себебі ол жерде баланың по возрасту келмей тұр деді. Қоғамдық ұйым өкілдері аталмыш препаратты ектіруге Нұртастың жасы мен салмағы уақытынан асып кеткен қауіпті. Сондықтан сәбиге көмек қолын созуға қауқарсызбыз дейді. Ал тізімге енген 4 балаға екпе Қазақстанда салынады. Бұл өнімнің жарамдылық мерзімі 1 ай ғана, және олардың өздерінің ресми ережесі бар. Протокол дейміз ғой, медициналық протокол. Міне сол дәріні 2 жастан аспаған балаларға және салмағы 10 келіден аспаған балаларға ғана салуға болады. Және бір айтап өтетін мәселе, бұл дәрілік өнім ешқашан біздің Қазақстанда тіркелмеген. Жиналған ақшадан науқас сәбилердің еміне 9,7 миллиард теңге жұмсалмақ. Бұл қаржыға 24 бала мен 2 ересекке қымбат препараттар сатып алынып, шетелдік технологиялар мен түрлі оталар жасалады. Қордан көмек алу үшін Гаухар Қыдырбаева Дубайдағы халықаралық емханадан Нұртасқа екпе салуға болады деген рұқсат қағазын алған. Шетелдік дәрігерлер берген қорытындыда баланың салмағы сай келсе болғаны деп жазылған. Енді ол қолындағы осы құжатпен Қазақстан халқына қорына 2-ші мәрте өтініш қалдыруға бекініп отыр. Процедура үшін қатаң диета ұстанамыз, қайтсе де сол өмір екпесін салдыртамыз дейді ана. Аягөз Тұрсынбай, Заманбек Үсенбеков, Нұрсұлтан Сәулет, Айбат жаңалықтары қызметі.